Бір Так, карта сол чип. давайте қазір ақырында бай алып көрейікші мына жерде рыночно. Как решим вопрос, күте тұрыңыз. Хорошо. Рик бабайға. Да, қазір байға кірейікші ақырында. Жалпы достар, бізде Live Trading Forex King дейтін каналда аптасына 1-2 рет болып тұрады, плюс отдельный Live Trading өзінің каналы бар. Бұл жерде сигналдардан бөлек мен постоянно зумның сілтемесін жеремде, и біз осындай бір Live Tradingтерді жүргізіп отырамыз. Поэтому қатысқыларыңыз келсе, просто осы видеоның астына тұрған сілтеме арқылы өтіп, заявка тастаңыздар. Біз сіздерді күтеміз. Мен пока біреуін аштым. Что, какую закрыть? Менде біреу. Надо одну закрыть, одну на без убыток поставить. Или просто троезник екеу болса, надо слишком. Еще ашық кіргеді. Можете пока что стоп поменять. Топ-лост Просто- қанша болады? На без убыток. Да? Ну, чуть-чуть подниму, ладно. Уже 100 пипс бар бізде. Почти что. Что, закрываем или что? Еще одну сделку закрыть надо. Нормально, пока жаласаңыздар. $100 неге счетқа 001 аштым. Біреуін Нормально? $20 пойдет? Ой, Да, мен $4. $10 болды. Қазір бай кетеді дейсің ғой, жапқан кезде. Так, және 17-те кірсеңдер сіздерде уже нормально. Қазір 37-ге барады дейсің ғой. Кім айтқандай? Жандос айтқандай. Неге жабамыз ән жарайды пойдет. Так, ойланайық, если мынау менде пробой болса, мынау менде ликвидность болса, мынау менде бай зона, иә, получается. N-да тоже. N-мен қарап отырсыз. Астыңғы N бай зона бола алады. Түсінген да еще. Крик па? Крик. Кірдік. Бай ма? Мен жаңа ғана кірдім қайтын. Я бай. Стоп-лосс қайдасыз? Рахмет. Стоп-лосс 20. Не рано зафиксировали вы? Рано, наверное. Потому что она поднимется, мне кажется. О, пошла он. Может зайти еще раз? Нет, не надо уж. Рискованно. Вот, давай. Вот теперь можно было бы стоп-лосс передвинуть на Джумабиске, по идее. Да. Мен уже передвинула. Менде прям тютелька в тютельку жақындап и үстіне кетті ғой. Мен кетті 25-те. Прям менде прям андай бір маленький не болып қалды. Андай прям кетеді ғой, көрдіңіздер ма, кетіп жатыр ғой уже. Надо слушаться же экспертов, а не самой себя. $2, грубо говоря, я. Если 33-тен кетсе, да? 34. Өйткені 34. 33. тек профит 30 не просто так тұр, қойдым 30-ға мен. 30 по идее 30-ың үсті сәл сел зона болып тұр. Сам түгел. Вот это полностью сел зонаға негізінде. Көрейікші сел ашып ақырдап, стоп-лоссты 30 нешеге қоямыз, стоп-лоссты 30. Қазір сел ашайық, Қалатқан жоқ па өсіп жатыр ғой. 32-ке стоп-лоссты Жоқ, қойып. қалып жатыр ғой. Тейк профитті не істейміз? Или жылжыта береміз? Қаншаға дейін құлайды примерно бұл? Қазір көреміз. Құласа қазір. Что-то риск атып. Басында бірінші. Пускай упадет. Ликвидность. Неға да, мысалы, екі нені сразу ашқан кезде, екі позицияны ашқан кезде стоп-лосс біреу ақ қойыла ма? Қалай екеуін қалай қойыла? Екеу қойылады. Так, Стоп-лосс забрать. на стоп-лосс ал кетті.